Assalamualaikum. Töbürөктөн төрт буручтан келген бизден сыйлуу ага тууган кудасы жергичек агайындар, мына бүгүн бардыгыбыз чогулуп урматтуу туугандар, бардыгыбыз жети туугандан келип, бүгүн калай калка кадырлуу жумурай журтка жугумдуу Канат байкебиз менен Венера эжекебиздин жакшылыгына келип отурабыз. Байкебиз менен эжекебиз бүгүн уулун үйлөп, кан чыгарып, казанын азып, боркулдатып, борсогун кайнатып, дүрдүнө жайнатып, дастаркан жайып той берип отурат туугандар. Ошо тойду той кылансын деп алакан ачыштырып, бир дүркүрөгөн кол чапкы берип, той кылансын. Алдыңдағы тағыңдан, ардақтаған жарыңдан, байлығыңдан, малыңдан, бала қымбат барынан дейді екен. Бұл қырғыз бата менен ағарып, бата менен көгерген ел екен. Ағаңа жол айынан башталып, бақытқа жол батадан башталып деп, қанша күнден бері Канат байке атын шапқылап, ары шұрқап, бері шұрқап, аға туған құда сөгін жерге жегін жинап, мына құданың алдына барып, ханға башын иемеген башын иіп, құдасына құлдығын айтып, қызын сұрап, бүгін мына чоң той, үлпет той беріп отырып тұрғандар. Көрсе тойда тілектен атасы бата беріледі екен. Мына ушул жаштардың барын ата-енесі бата менен чоңойды екен. Төрдегі аталардағы бата менен өсіп келген екен. Аны емес құрметті туғандар, бата бұл болсын балам. Ошо ураган жерди кураган, үзүлгөн жипти улаган, эңкейсең өйдө таяган, эл үчүн ишке жараган, байлык жок ашкан баладан деп Канат байке менен Венера эжекебиз көз ачып көргөн, ооз ачып өпкөн, тулуулуу, жоомартты, тиги касиеттүү кара суунун мына кызын, карабаттай болгон кызын алып, бүгүн башына баш кошулуп, ушул жерден периштедей болгон келин алып, кубанычы терисине батпай кубанып турган Канат байке менен Венера эжекти дүркүрөгөн болчалармен чакырып алчы. Келиңиз байке. Канат байке, Венера эжек, ана кел болчаларга. Assalamu alaikum Канат байке, Венера эжек. Канча күндөн бери той деп, тойдун камын жеп, канча күндөн бери сарсана болуп жүрөсүз. Көрсө тугандар, бул жашоодо сый, анан жакшы сөз жүрөктө калат экен. Уулун үйлөп, бүгүн ушу терисине батпай турган Канат байкебизден Кудай кошкон кудасы, мусулман пендеси үчүн асмандагы Кудай улук көктөгү, ал эми мусулман кыргыз эли үчүн кыз берген Куда улук экен. Көрсөм мен айтып кеттим, ханга башын ийбеген кыргыз Кудага башын ийиптир деп. Ошо кулдугун айткан кудасы, бил куда Назира кудагайга кулдук айтып, кубаттап кол чакырып алалар. Келиңиздер, бил куда Назира кудагай, баракелде кудалар келет кудалар. Ана Кудай кошкон биздин кудалар баракелде, кара суулук кудалар. Ошол бизден жоомарт менен Умайымдын өмүр бою шайланган, өкүлчүлүккө байланган биздин жоомарт менен Убайымдын кылгын жуубай өкүл апа болуп дайындалган өкүл ата урмат, өкүл апа Элиза бешик бобек болсун. Келиңиздер. Канат байке, Эмил куда, урматтуу өкүл ата, бул бир жылдыгыңды ойлосоң, эгин дан өстүрүлөт экен Канат байке. Эгин айдасаң бир жыл курсагың ток жүрөт экен. Бак өстүрсөң жемишин 10 жыл көрөт экенсиң. Түбөлүгүңдү келечегиңди ойлосоң, бата алып, бал өстүрүлөт экен. Көрсө, бала бата менен чоңоет экен. Бата бул чоң касиет экен. Аны бесе баласына баталаткан Канат байкебиздин уулу жоомарт өмүрлүк жары Умайым менен куштун эки канатындай, көздүн эки карасындай болуп келатат. Ушу куда сөөктөрдү сыйлап, жаш үй бүлөнү сыйлап, ордудан туруп келинди тосуп алады. Келин кут болсун, той кыласың. Элинин эркеги жакшылыктын жакшысы. Энче көбөк анын коштоосунда Диларай бичара ансамбль сүрөсү да жашырмады. Çok yakçısı gelin olsun.
той құт болсын. Ой, Жомарт, ассалаумалейкум. Ойбай, жігіттің күні. Ой, Құшболбек болсын. Той құт болсын, Қаражан. Бақтылы болғыла. Өсіп-өрбенен өсіп, өніп, бүгінгі ақ батаның бары сілерге қабыл болғыла. Қанат Байкем, бұл бала дегенде ерді дағы баласын жұмшағым дейді екен. Қарға баласын аппақын дейді екен. Адам баласы тапқан ташығанын бала дегенде бүт тойға шықсады екен. Не деген той бір отырасыз. Бишкектегі мен деген ресторандың бірі, ондың бірі болған асманда ақ баталы отырасыз. Туғандар, сыйлап беріңіздер, рахмат, отырып беріңіздер. Бүгін сый көріңіздер, бүгін рахат алыңыздар. Қанат Байкем, жол атасы тұяқ дейді, су атасы бұлақ дейді, ев атасы құлақ дейді. Ал енді сөздің башаты ассалому алейкум екен, сөздің ұлығы құлдық екен. Аға туған менен амандашып, құдаларға құлдық айтып қойсын. Bir Қанат Байкем'e дем беріп қол шағып қояр ой атығандар. Ой, той құттығында Қанат Байкем келгесіз. Белерізе жақып тұрыңыз. Ассалаумалейкумдер. Урматтуу бүгүнкү биздин Қарачы, автоматтай сүйлеген Қанат Байкем бүгін той бергенде жаңғырдай жадырған тілі бүгін саса да шықпай жатады туғандар. Көрсе Қанат Байкем қырғыз құдайдан кейін еле сыйдан қорыққан сыйқы екен. Қанат Байкем сіздің толқынданғаныңызды түсінеміз. Жомарт, қарашы атаңды. Оқырықтай болған уылды болдым, керегедей болған келінді болдым деп, Орекеледен қуарып отырады. Венережеке, ұшы олыңыз атаның күчін, ененің сүтін ақтаған келін болсын деп, қанша жылдан бері ақ жолықты ұрып, батаға чылап, ардап қойған жолыңыздың келіннің жүзін açып, жолықты салып, анан ақ батаңызды айтып қойыңыз. Қана қолдап қойыңыз. Келін баланың жүзін açып, ақ жолықты салсын. Ай, баракелді, бұссымылда. Мана келін балабыздың жүзін açты. Жақшылық той болсын, барғарға жұғышты болсын. Емел құдам, Назира құдағы. Өзіңіздер деле көріп қалдыңыздар, мен деле көріп қалдым. Бұл қыздың бақтысы күй екен чынында. Туралы. Анан қыздың бақтысы балада екен. Мына өкі bir жылдан бері сұраштырсам, ұлмайымдан 1 жыл сөйлештік Байкеде. Оша бір-бірін сезіп, біліп, жүректері дектеп, анан тұрмыштың тұтқасын қармап отырады. Ошол біздің Қарасудан чоңойған Қарамончоқ қызыбыз Атбашыны мекендеген, ошол жерден ел енесі аталған, балаға бай, дастарқонына май аққан бүле болсын деп, біздің құда менен құдағи içінен тілегін қайталап атса керек. Bir қол чабаладағы құда менен құдағиға қолды қайтып кетіп береді. Мен чоң рахмат ата, анан ақ тілекті да шашпай айтабыз. Анда месе Жомарт Умайым төрдің төрін қарағылачы, ошол уяға барып қоңғыла. Жөжөлөгүлі, мөмөлөгүлі, тамырыңар жайылсын, мо атаңардың, апаңардың тұқымуланып, учу құзарысын. Анда месе урмат туғандар, жаш чубайлар, кезде бір жақындан бір сүрөткө чөлдағы, анан төргөтіп, урмат сый көріңіздер, өкіл ата, берчи белектері бар екен, ысығында тапшырып қойылы. Емел құда, Назира құдай, төрден орын алыңыз. Қалғанымыз бұл жақтан көріп, аға туған құдасы өкі ызат көрсетілі. Андамесе урматты туғандар, бүгінгі тойызды Құдай Таалам өзі қабыл қылған болсын деп, еліміздің ерке қызы, ырлары қырғыздың жүрегінде жашаған біздің Генже Göbekova қызыңыздар ыр белек сынат той құт болсын. Чоң рахмат, урматтуу меймандар. Тамағыңыздар татты болсын, жақсылықтар ешқашан өшпесін. Барлығыңыздар жақсылықтар чыгышты болсын. Көргөннүн барысын алам. Баяғындай сүйчі қайыра. Қарачы қандай ыр. Қандай жүректерін дектеп. Бүгін Жомарт менен Умайымдың махаббат майрамы. Бүгін Қанат Байкем менен Венережекебиздин үй бүлөсүндөгү тарыхый окуя. Анткени периштедей болгон келин алып, бүгін үйүнө кут коруп турган чагы. Ошо кутун Кудайым кут кылган болсуна бир кол чабалчы. Сыздап, таманыңыз тызылдап турганын бүт бу элдин баары билет. Бирок
батаны ел ошентип баласына алып берет экен. Байлыкты күнү түнү иштеп топтосоң, ал эми батаны ошол тапкан байлыгыңды чачып анан баталат экенсиң. Урматтуу туугандар, аскарто аягы барып чап болот. Атадан алто болсоң да катташпасаң жат болот экен. Мына кече биз ат башта 4 күн эс алып, түнү менен келип, бүгүн кайра ат башчылык агамдын тоюнда кызмат кылып отурабыз. Канат байке, бир туугандарды чакыралы. Жоомарттын туусун көтөргөн туугандары, Канат байкебиздин атын чыгарган агайын туугандары тойго кандай чыгар экенин көрөлү. Шундай бир барататты. Байкадыңарбы я? Жанагы бир артын карабайт экен, байкадыңарбы ушуну? Жоомарт, жанагы аялы нито чыгып калган байкелерин карасам, мына кылчактапчы кыйшыйып азат бир жагына. Муну эми жаңы үйлөнүп атат да бакшы, нени билсин булчу. Жоке, жоне карадан, морекени бери карага. Муну сен уулуң үйлөнгөндө мен чоң атам окуп берген деп, ошо сенин уулуңду үйлөп атканда окуп бер, макулбу? Бир кол чапкылачы. Каражан. Не деп эркелетип атасың, не деп эркелетип? Пока кетелектик. Каражан, пока, Карачы, урматтуу туугандар, Канат байке кандай баланы тарбиялап койгону, карачы. Кандай бала экени көйнөгүнүн сыртынан көрүнүп турат, карачы. Бул аялзат туугандар, карачы, төрөп берет экен. Продукты берчи, тамак жасап салат, садакаң кетейин. Жакаңды агартат. Балаңды төрөп ак бешикке бөлөп, кыйналсаң ошо колтуңдан таяп, өмүр бою сени жөлөп өтөт. Ошо тукумдун уланышы, бирдин экиге уларышы, берекенин сакталышы бүт аялзатка берилген экен. Бир 90 ката суу агып баратат дейт атаңды көр. Жан талашып тырмагы менен жерди тутуп аман калайын деп апа деп коет дейт туугандар. Кел апалар үчүн бир кол чабалы, эжелер үчүн. Алсамбы, албасамбы деп бакыштар. Үйлөнгөндөн кийин эле илгери атадан коркчу элек, азыр аялдан коркуп калдык го. Аялың не дейт? Көрсө аялдар эч качан жаман жака тартпайт экен туугандар. Бирөө аялына нан урсун деп каргана берчү экен. Кудай таалам ошол тилегин кабыл кылып коюптур туугандар. Көрсө бөлкө ташыган машина уруп кеттир ошону. Абайлаш керек экен урматтуу туугандар, калпта кайтпаш керек экен аялдарга. Аялдар бул касиеттүү экен десе эле эркектер, Мирлан сен аялдар деле мактай бересиң дейт. Бу 1000 балекет болсо дагы төгөрөгө төп келген аял эч качан эркексиз бактылуу боло албайт экен. Асказоо болгон эркектер үчүн бир катуу кол чабалы я. Ана көрсө бу аялдын каны көп болот экен туугандар. Аялдын каны көп, анан ошол балага өтөт экен. Биз айтып атпайбызбы, кыз деп. Атанын жакшы касиети кызга өтөт экен. Атанын жакшыга биз бала деп атпайбызбы? Бала жөн эле атыңды чыгара турган экен. Анда эмесе азыркы сөз кезеге тайкелерин жакшы касиетин алган жоомарттын касиеттүү тайларын чакыралы. Тоготер жерин айтканда Канат байкебиздин калдайган кайындары. Эми муну түшүнгөнүңүздөр. Урматтуу тууган, мен бул жерге Канат байке, Венереже келиңизчи. Эмил куда, Назира кудагый келиңизчи. Эмил куда, Назира кудагый. Урмат өкүл ата, Элиза өкүл апа келиңизчи. Жоомарт, жоке, кел агай, кел. Ойноп алдыла, ойрunu қаллара болдыйны. Күдү алдыла, күмүрүнү қаллара болдыйны. Жашы жолу күлдөй жан. Шундай сонне элдин баары сени карап, демеле ушундай басып, я байкелер, эстеп атасыздарбы жаңы үйлөнгөн кезде? Аял алдым депти, мире таңныңөр. Аял алгандар кандай көрүнчү эле, жаш убактар, бойдок балдарга жаман кызык көрүнүп атат да, темен аял алса эле жыргап кетчи дей болуп. Бакыштар, аян алып иштейин деп, азыр иштейин, бутума турам деп 30тан үйлөнүп атышат туңардар. Бутка турат, турбай сурбай эле мына үйлөнүп эле сүйөн экен билбей эле атасы алып берип койгон кызды алып эле бактылуу таалайлуу жашап атат могу байкелер, туурабы? Ары жат бери жат деп эле 7-8 бала болуп эле мына. Орустар I love you, я тебя люблю деп 1-2 бала болуп жүрөт. Кыргызды карачы, пейилинен. Карачы, ковид деп атат, кыргыз тойдо жүрөт го туугандар. Пейилден болот экен туугандар. Кыргыздын пейили үчүн бир алаканы ачыштырбайлыбы, я. Карачы, кыргыздын пейилинен могу жерден пейили кенен адамдар келген үчүн той болуп турат туугандар. Карачы, оорудан дагы пейилди кенен коюп, батаны бийик койгондор келип отурат.
Кудайым айтады экен, тилен мен берейин деп. Ошо тилектин баары кабыл болсун. Урматтуу туугандар, эшке чыксам, ай жигит каяктан уулу, каяктан кулуну болосуң дейт. Мен эми өзүм абасы кымызчыттанган, аскасы аккар курчанган нарында ат башыдан кийин Актала деген айыл бар. Район ошол Акталанын куртка деген алакандай болгон айылынын кулуну болом. Эми 130 килограмм менен кулун дегенден да уялып калдым кийинчерээк. Чын кулунмун десем айынан кулундун кебете ушундай болобу деп. Бышты болоюнчу деп бышты болуп алдым 45темин. Ошол Акталанын быштысы Бишкектеги тамадалардын кара сөздөн камчы өргөн, сөздүн жилигин чагып, чучугун шимиген тамадалардын оор салмактуу мыктысы мен Мирлан Момуналиев деген уулуңар болом. Той кутбосун деп дайыр кол чаап коелу. Өткөндө филармонияда Акталалык залкарларды даңазалап, Актала композитор обончулардын ырын даңазалап филармонияда концерт бердик. Ошондо профессор, академик, окумуштуу Жамин Акмалиев агайды таанысыздар. О, мен. Урматтуу туугандар, мен ушу эки атанын башын аттап бата бере албайм. Мен агадан мурун озунуп ат сугарган бала эмесмин. Жомарт, ага туугандардын келгенине рахмат, кол булгулап коелчу. Аман эсен жетип алсын. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз сиздер менен Жомарт менен Умайымдын бешик тоюнан жолугабыз. Мен сиздер менен Мирлан Момуналиев болдум. Кудалар кучакташып коелу. Тоюңуздар кут болсун. 1000 жылдык кудалардан бололу. Келгениңиздерге рахмат. Аман барып, аман эсен жетип алыңыздар. Сак саламатта болуңуздар.